Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариса. Бүгін осындай әдемі болып шығатын жұмсақ пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен керек заттарымыздың барлығын тазалап, алдын ала дайындап аламыз. Бізге керекті заттар сұйық май, қант, ұн, шика, сәбіз, жұмыртқа және қопсытқыш. Ең алдымен осылай сәбізімізді жіңішке етіп турап, барлығын үлкен ыдысқа саламыз. Енді осының үстіне жұмыртқамызды, сұйық майымызды құйып, блендердің көмегімен осылай жақсылап араластырып езіп аламыз. Барлығы біркелкі болғанша езіп аламыз. Пирог өте әдемі, жұмсақ, биік болып шығады, және түсі де әдемі болып шығады. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа пирогтардың рецептері бар. Балды пирогтың рецебі өте әдемі болып шығады. Жоғарыға сілтемесін қалдырам, міндетті түрде өтіп көріңіз. Осылай барлығын араластырып болдық. Мінекей өте әдемі болып шықты. Сұйық емес, қою емес, орташа болып шығады. Енді осының үстіне біз қантымызды саламыз. Біздің пирогқа миксердің қажеті жоқ. Қантымызды толықтай барлығын үстіне салып, блинчиктің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің қантымыз еру керек. Толығымен араластырып аламыз. Біздің тестіміздің беттерінде осындай көбіршіктер пайда бола бастайды. Сол уақытта сіз ұн саласыз. Осылай толық араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымыздың барлығын саламыз. Еліктен өткізіп, қопсытқышымызды, ұнымызды толығымен салып жібереміз. Бұны да дәл солай жоғарыдан төмен қарай сілку арқылы толықтай араластырамыз блинчиктің көмегімен. Бізде түйіршік болмау керек. Өте әдемі болып шығады. Мінекей бізде дайын болды тестіміз. Өте әдемі, түсі де әдемі болып шыққан. Енді өзіміздің керек формамызды осылай майлап аламыз. Енді біз пирогымызды құятын боламыз. Мінекей толығымен құйып алдық. Және кішкене сілкейміз. Барлығына толықтай жағылып тегіс болу керек. Енді осының үстіне өз қалауыңыз бойынша осындай жуып тазаланған мүйіздеріңізді салсаңыз да болады. Болмаса алманы салсаңыз да болады. Осылай үстіне қойып шығамыз. 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Мінекей бізде дайын болды. Өте әдемі болып шығады. Әсемдігі үшін осылай үстіне қант ұнтағын сеуіп аламыз. Өте әдемі болып көрінеді. Мінекей біздің пирог дайын болды. Өз қалауыңыз бойынша бөлшектерге бөліп алсаңыз болады. Өте керемет, нәзік, жұмсақ болып шыққан. Түсі де өте әдемі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Шай ішуге өте дәмді.
сіздер мен Фариза менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын.